Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Етті тез пісу үшін қалай маринадтаймыз, қалай пісіреміз, соны сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мұнда мен етімді жуып алдым. Қазір жіп-жіңішке етіп турайтын боламын. Қыздар, мен міне жіңішке қылып етті турап алдым. Барынша өткір пышақ пайдаланыңыздар. Сосын шандыр кетпеу керек еттің арасына. Осылай жіңішке деп турап алыңыздар. Мұнда кукурузный крахмал бар. Осы кукурузный крахмалды қосамыз. Сұйық май. Мұнда жұмыртқаның ағы, белок. Соевый соус шамалы қоямыз. Ет тұздалмаған болса, тұз салыңыздар. Енді осыны әдемілеп араластырып қоямыз. Қыздар, мен 20 минут маринадта ұстадым етімді. Енді табаға азғантай май құйып, шетінен салып, азғантай қуыра беретін болам. Қыздар, мен майды шамалы құйдым. Еттің бойында да май бар. Осылай араластырып пісіріп аламын. Қыздар, табамызға шамалы ет салдық та, осылай араластырып тұрып, жылдам пісіріп аламыз. Қыздар, менің етім қуырылып болды, пісті. 15 минуттай уақыт өтті. Осылай тез араластырып тұрып қуырып алсаңыздар болады. Бұның ішіне шамалы имбирь қосып жіберсеңіздер, еттің дәмі өте дәмді болады. Менде қазір үйде имбирь жоқ, сондықтан қоса алмай тұрмын. Осыны дәл осылай мясо по-тайскийге де осылай қуырып алсаңыздар болады еттеріңізді.